Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен банан қосылған рафаэлло жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге бір банан, 130 грамм сүзбе, 200 грамм печенье, 10 грамм кокос түйіршіктері, 2 шай қасық бал, 16 дана жаңғақ, 2 шай қасық қоюландырылған сүт қажет. Печеньені сындырып, блендерге саламыз. Блендердің көмегімен ұсақтаймыз. Үстінен сүзбені, бананды, қоюландырылған сүтті және балды қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай масса дайын болды. Осы массадан дөңгелекшелер жасаймыз. Ортасына бір жаңғақ дәнін салып шығамыз. Дайын болған дөңгелекшелерді кокос түйіршіктеріне аунатып шығамыз. Рафаэлломыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.